қысым жасады, жеңіл андай мындай сені өлтіреміз, бүйтеміз, сөйтеміз деді. Бірақ қараған жоқпын, шыны керек. Бардым барынша. Бірақ қабырғасын сындырып, аман есен елге оралдым. Одан кейін Дубайдағы жекпе-жекке кредит алдым. Одан кейін бір кісілерді жинап берді. Жетпейді, өйткені мен кредитім кәдімгідей ақша болды да. Қазақстан флагымен шықтым. Мына жермен Қазақстанның флагын тағы байлап шыққаным бар. Одан кейін сұхбатта тоже қазақпын деп көп айтқаным бар. Ол американдықтарға кішкене андай жақпай қалды да, мені кішкене отшивать етіп жатқан сияқты болып жатыр да. Қазір бой бермей жатыр, маған дұрыстап болып кетуі де мүмкін. Болса мен Конормен шығамын, ойланбастан шығатын едім, шыны керек. Дайынмын, жалаң қолмен стойкада. Ол өзі де стойканы жақсы көреді ғой, негізі күреспейді. Түйе көтерген 300 кг түйе көтеріп, артына 3 көлік тиеп, бірге 13 метрге жүрген. Ең ауыр пойыз болған, 109 тонна. 109 тонна, Соны белмен сүредім. Белмен сүйрегенде, оны белмен ешкім сүйремеген осы уақытқа дейін әлемде. Ассалаумағалейкум баршаңызға, құрметті Pulse Fighting YouTube арнасының көрермендері. Бұл Sport Pulse'тың жаңа жобасы. Бүгін бізде кезекті сұхбат, эксклюзив деп айтсақ болады. Бүгін біздің студиямызда қонақта қазақстандық кәсіпқой боксшы, BKFC лигасының жауынгері, Колумбияда, енді оңтүстік Латын Америкасында біздің көк туымызды желбіретіп жүрген рекордсмен, қазақ титан лақабатымен танымал Алмат Жұман. Алмат, қош келдің. Қош көрдік, ассалаумағалейкум. Қалай, бәрі жақсы ма? Бәрі жақсы, рахмет сұхбатқа шақырғандарыңызға. Саған да рахмет келгеніңе. Енді Алмат, сенің балалық шағынан бастайық. Негізі сен маған бірінші рет сұхбат беріп тұрған жоқсың. Бұған кейін сен Sport Pulse сайтына маған сұхбат берген кезінде айтқан едің. Осы YouTube-тағы қалың көрерменге де айта өтейік. Бала кезінде жалпы анаңның құрсағында біраз уақыт жатқан екенсің, және осындай ауыр болып туылған екенсің, осы туралы айта өтші. Мен анамның құрсағында 11 ай жаттым. Өйткені оның жатуының себебі, өйткені кезінде мен туылғалы жылдар өте қиын заман болған. Анашым 50 граммдық қант дейді, қазіргідей 10 килограммдық емес, 50 граммдық қанттарды тасып жұмыс істеп, базарда жұмыс істеген. Мен сол кезде ішінде айналмай қалғам дейді. Сондықтан мен ішінде өсіп, қиын заманда солай туылып, 11 килограмм болып туылдым. Ол енді заманға солай сай болды да, мамам жұмыс істеу керек болды, асырау керек болды. Сондықтан солай мамам ауыр жұмыс істеді сол кездерде. Енді туылған жерің жайында айта өтейік. Қателеспесем, Өзбекстанда туылғансың. Өзбекстанда туылдым. Өзбекстанда туылып, үлкен мамамның іші енді үлкен болғандықтан, кесіп алады деп айтқан соң, мамам сол Өзбекстанда өзінің таныстары болды, таныс дәрігерлер. Сондықтан кеспей, Өзбекстанда солай аман есен мен дүниеге әкелді. Кіші жүздің жігітсің. Кіші жүз табын, Енді мектеп кезде жалпы қалай, енді бұзық болдың ба? Мектеп кезде. Бір әңгімелерді естіген, бір жағы. Рэп оқитынсың, бала кезінде. Айта өтсең. Сол кішкентай кезінде өзім бір еңбекке жақын бала болдым, мен шынын айтқанда. Брейк билейтін едім, ақша табу керек, өзім сондай бір орында тұрмайтын бала едім. Брейк билеймін, кафелерге барап, ең алғашқы тапқан ақшам 100 теңге болған сол кезде. Мамама әкеп берем бүкіл ақшамды. Одан кейін рэп оқып текстер жазам өзім. Рэптеріме текстер жазам да, оларды да сатам. Минусовкасымен 3000 теңге сатам, ал текстің өзін 1500-ға сатам. Сондай өзімен өзім айналысатын. Және иттерді өсіріп, күшік өсіріп, соларды тоже сататынмын. Виліктердің рамасын алып құрастырып, оларды да сатып, солай өзім балалығымнан сондай бірдеңе істегім келіп. Ол қанша жастасың ол кезде? Ол кезде 3-ші класспын. 3-ші класспын, виліктерді, иттерді ауыстырам. Өзім тренировочный заттарымды өзім алатым. Кішкентай гантельдер, скакалка, ол кезде футболка, неше түрлі. Сондайларды өзім ақшам алатым. Темір өткізем, велосипед сатам. Солай еңбектеніп жүретін әрқашан. Бағанағы рэп шумақтарын сонда сен кәсіби рэперлерге саттың ба, әлде қалай? Жоқ, өзіміздің таныс балдар, қызыма арнап беріш дейді, яғни мамама арнап беріш, досыма айтып беріш дейді. Сондай бір-біріне ұрсық болады, дис дейді ғой. Сондайларды айтып, сондай қызық болған, ақшаға, одан кейін тек қана ақшаға сататын, өзім рэп айтпаймын. Ақшаға қызына жазып берем, досына, туған күніне деген сияқты текстер өзім жазам.
ешқандай бір ұрлау емес, өзім ойымнан жай ұйқаспен жазамын. 16 шумақ, 4 шумақ қайырмасы, екінші куплетті 16 шумақ сондай жазатын едім. Енді сені негізі халықтың көбісі жаңағы жасаған рекордтарыңнан таниды ғой. Ұшақ сүйреген, пойыз сүйреген деп, тағы не бар? Түйе көтерген. Түйе көтерген, 300 килограмм түйе көтеріп, артына 3 көлік тиеп, бірге 13 метрге жүрген. Енді оның барлығын жасауға не себеп, не түрткі? Денсаулыққа зиян емес па деген ба? Жоқ, негізі зиян емес. Негізі өзім енді мен жаңа алдыңғы сұхбаттарымда айтып жатқандай әуесқой ММА-мен айналысып, жаңа Әлем Файтерс айналысып жүрдім. Бірақ ол кезде енді ондай мүмкіндік болған жоқ үлкен ареналарға шығуға. Өйткені бір жағынан қазіргіде мысалы мүмкіндік көп, мысалы көптеген лигалар бар, бізде ол кезде мүмкіндік болған жоқ. Ақша жағынан кішкене қиындық болды, оқу керек болды. Әуесқойда жүріп, жаңағындай адам жаттықтырушы болдым. Адам жаттықтырушы болып, енді онымен ақша табу керек болған соң, спорттан бөлек енді басқа жұмыс істей алмадым мен. Тек қана спорт саласында ақша тауып жүрген соң, жаңағы жаттықтырушы болып, жаңағы өз күшімді соларға жұмсайын деп, жаңағы Инстаграмда неше түрлі жаңағы шетелдіктер істеп жатады ғой, соларды істеп деп, мен де ешқандай дайындықсыз, жаңағы мен істеген нәрселердің ешқайсысы кәсіби емес та, өйткені оның дайындығы жоқ, оның арнайы жаттығулары жоқ. Мен бәрін бір көргеннен істеп кеткем, ешқандай дайындалған да жоқ, шыны керек. Ол бағанағы сүйреген ең ауыр ұшақ қой, Ең ауыр пойыз болған, 109 тонна. 109 тонна, Соны белмен сүйредім. Белмен сүйрегенде, оны белмен ешкім сүйремеген осы уақытқа дейін әлемде. Өйткені көбісі жаңағындай бел иыққа пойыз сияқты қылып тағады, ол кішкене ыңғайлырақ та. Өзім де былай примерно көрдім, ол ыңғайырақ. Ал менің тартқаным ана белге жіпті қояды да. Ол кішкене ыңғайсыз, екі тізеге күшті түседі. Ол жерде қиын. Соны мен 8,5 метрге сүйредім. Басында қиын болды тартатқан кезде. Содан кейін екі тізем пытырлады, бірақ барынша тартып мен 8,5 метрге сүйредім. Ол Гиннес рекордтар кітабына енді ме? Енді. Өйткені ол кезде мен жасым 23-те болды. 23-те ондай возрастта және ондай немен белмен ешкім тартпаған екен. Енді ол уақыттан біраз уақыт өтті ғой, енді одан бері. Қазір қайтадан қайталау, бәлкім рекордты жаңарту деген сияқты ойда бар ма? Бұйырса, енді бар. Оны істеуге болады, болашақта жақсы болып жатса, бәрі денсаулығым шүкір бар. Жасауға болады, қайталап басқа рекордтарды да жасап көруге болады. Енді қазір сен кәсіби бокстасың. Негізі кәсіби боксқа анау ирандық халықпен болған жекпе-жектен кейін келдің ғой, Негізі ирандық халық, ол жерде де жаңағы біраз қысымдар болды ирандық халықта. Кішкене жаңағы спонсорлар табылмады, жаттығуда жасай алмадым, салмақта тастаған жоқпын. Қалай бар, солай кетіп қалдым. 20 күн қалғанда маған ешқандай айтқанда жоқ, бір ай, 2 ай бұрын 20 күн қалғанда айтты маған. Негізі болады, болмайды деп ұзақ бір 2 жылдай жүргенбіз біз. Сол кезде болады деп 20 күн қалғанда айтты. Мен дайындалып жүрген жоқпын, жаңағы өзімнің кішігерім қаражат жағынан да сол жолдарым жабық болған. Соларды ашам деп, солармен жүріп қалдым да, соны бардым, о жақта да кішкене қысым жасады. Жеңіл андайымдай сені өлтіреміз, бүйтеміз, сөйтеміз деді. Бірақ қараған жоқпын, шыны керек. Бардым барынша. Бірақ қабырғасын сындырып, аман есен елге оралдым одан кейін. Өзім негізі оның алдында кәсіби ММА-ға шықсам ба деп жүргем, өйткені әуесқойда шыққаннан кейін маған кәсібиде оңайырақ болатынын білемін да, өйткені өзім сенімдім. Бірақ осы аяқ асты жаңағыдай бокс жағынан кетіп қалдым. Негізі бұл боксты таңдауға не себеп болды? Негізгі оқыған мамандығың бар ма? Мамандығым заңгер, заңгер, бірақ енді сол заңгер, негізі мен өзім полиция қызметкері болам деп сондай ниетпен заңгерге түстім. Сондай ниетпен ұлттық ұлан әскери қызметіне неге әскерге бардым. Сондай ниетпен болды, бірақ енді бола алмай қалдым, бермей қалды. Спорт жағынан кеттім тек қана таза. Кәсіби спортқа енді өзімнің сол бұрынғы істеген тренировкаларым бәрі нәтижесін енді көрейін деп, құр кетпесін, осынша жыл істедім, жаңа әуесқойда істедім, соң бәрі енді құр кетпесін деген ниетпен сол кәсіпқой спортты бастап кеттім. Одан кейінгі жекпе-жектерінің барлығы Колумбияда, Эквадор елдерінде өтті, Оңтүстік Америкада. Оған қалай тап болдың, ұсыныс қалай түсті? Сол ирандық халықтан кейін мені жаңағы
американдық бір кісі мені көрген, жаңағы BKFC-дан несі менеджер ма? менеджер көрген, иә, сол кісі маған ұсыныс тастады, BKFC-ге шығасың ба деп, жалаң қолмен. Мен сразу келістім. Сонымен келісіп, ары бері жаңағыдай бокс рекетке тіркеліп, жекпе-жектерге, кәсіби бокстан жекпе-жектерге шығып, солай BKFC-де алғашқы бойымды өткізіп үлгердім, жеңіспен аяқтадым. Солай енді қазір BKFC-мен жаңағы кәсіби боксты бірге алып жүрмін бұйырса. Ол жаққа сен жалғыз өзің бардың ғой, Неге Америкаға? Америкаға жалғыз өзім бардым. Ешқандай не. Мен Колумбияға да жалғыз бардым, Эквадорға да, бәріне жалғыз өзім жүремін көбінесе. Сол Дубайға да қорқынышты емес па деймін да? Жоқ, негізі бір алла дейсің да кете беремін. Мен шыны керек, өзім сондай бір аллаға сенемін да, ешқандай тәуекел деймін да, кете беремін, болды. Страх жоқ менде деген сияқты. Енді біз білмейміз ғой, барып көрмегеннен кейін андай көп әңгімелер естиміз да, криминал, бандиттер көп деген сияқты, сондай жақтарынан. Жоқ, негізі шын ол Колумбияда мысалы турист жаңағыдай нелерде, мысалы соткаңды бүйтіп көшеде ұстасаң жұлып кетеді. Негізі қорқытады, оларға бәрі ата салады на месте ше. Таксиге мініп сені артыңнан түссе, мысалы сразу таксиден тоқтатады да, сен кәдімгі пистолет тақап тұрып, тонап кетсе де ештеңе істей алмайды, таксисттің өзі ештеңе істей алмайды. Бірақ шүкір, маған онда ешқандай қысым болған жоқ. Ол жерде мені бәрі жақсы сыйлайды, жақсы таниды, жақсы араласам, әлі күнге дейін WhatsApp-тан сөйлесіп тұрамыз, испанский. Бұл видео біздің достарымыз Пари матчтың қолдауымен шығып отыр. Олардың телеграм арнасына сілтеме комментарийде бекітілген. Пари матчтың телеграм арнасына өте отыра сіздер олардың ұйымдастырып жатқан акцияларынан хабардар бола аласыздар. Барған кезде қалай қабылдады? Енді Қазақстан олар үшін менің білуімше бейтаныс ел ғой. Иә, енді басында шыны керек Қазақстан туралы білмейді екен олар. Жаңағы білмеймін, бізде мысалы мектепте оқытады ғой география. Оларда оқытпаған ба? Шын Қазақстан десең қай жақ дейді? Рашын ба деп айтады да көбінесе. Рашын или Чайна ма дейді да. Сосын мен айтамын, жоқ, бізге вообще қатысымыз жоқ. Міне деп жаңағы соткамнан көрсетемін. Гуглдан ашып, міне осындай десем, деп одан кейін барып біледі. Былайынан Қазақстан десең, Рашын мен көбінесе шатастырады. Содан мен өзім айтып жүремін барған жерімде, біздің Қазақстан деген өзіміз ел, міне осындай деп. Одан кейін барып олар уже Казахстан деп уже түсінді. Енді жаттығуларыңды сен сол жақта өткіздің ғой. Иә. Енді жаттығу жасау барысында тағам жағы да өте маңызды рөл ойнайды. Ол жақтың тағамдары қалай, қиын емес пе? Тағамдар енді кішкене бар, енді қиынша, кішкене андай жей алмай қалатын тағамдары бар. Көбінесе мен фрукти жей салатын, өйткені фруктимен сол жақсы да, білмейтін тамақтарымды жеп ше. Өйткені олардың көбі басқа тамақтар жеген соң судағы осьминог, сондай неше түрлі жейді. Мен оларды жей алмаймын, балықтан басқа. Сондықтан көбінесе жаңағы фруктимен жейтін. Или тауық жеймін, фрукти жеймін, болды. Одан кейін кредит алып жекпе-жекке бардым деп айтқаныңда есімде, ол осы Колумбияға ма, әлде алдындағы Дубайдағы жекпе-жекке ма? Недегі Дубайдағы жекпе-жекке кредит алдым. Одан кейін бір кісілерді жинап берді. Жетпейді, өйткені мен кредитім кәдімгідей ақша болды да. Еще біз барған кезде ол кісілер айтты, жаңағы кредиттағы қызметкерлер бәрін жауасы сол кезде ашылады деді. Ал былай жартысын төлеу деген болған жоқ. Жартысын төлеймін деген ой болған. Сонымен билетті алдым, жаңағы гостиница, жаңағы кредит, бәрін кредит алуға амалымыз болмады. Бір кісілер бірге барамыз деген кісілер болған, шыны керек қалып кетті. Ол жақтағы гонорар қалай? Ол жақта гонорарымды алдап кетті мен. Гонорар береміз деді, өйткені менің атым. Жаңа Дубайдағы ма? Иә, өйткені менің атымнан уже сөйлесіп тастаған олар. Жаңа Дубайдағы. Сөйлесіп уже менің менеджерім ретінде болып, екеуінің ақшасын жаңағы біреу алады екен, ирандықтар алады екен. Менің ақшамның бәрін солар да алды. Мен бір жеңгеніме қуандым, ол жерде ақша үшін барған жоқпын, шыны керек. Жаңа өйткені біздің конфликт 2 жылға ма созылды. Міне деп, ол Борат деп мазақтады, Бораттың елісің деді. Сондықтан мен ол жерде ақша үшін емес, өйткені адамдар өтірік деп ойламасын деп, мен жекпе-жекке жалғыз өзім бара салдым. Ақша әйтеуір былай тауып дәлелдедім деп ойлаймын енді сол кезде. Жеңгенім болмаса, былай негізі минусқа кірдім. Минусқа кірдім, иә, тек қана жеңіс болмаса былайынан. Қиын болды, иә, ақша жоқ, одан кейін кредит жабу керек болды. Сондай болды. Жаңағы енді Колумбиядағы жекпе-жектер өткізіп жатсың ғой, ол жақтағы табыс қалай? Ол жақтағы табыс жақсы енді, бірақ енді аса қатты ондай көп төлемейді. Өйткені қазір енді біздің рейтингке жұмыс істеп жатырмыз. Рейтинг қазір орташа болып тұр. Бокс ректе 234-ші болып тұрмын.
1784 адамның ішінен Қазақстан бойынша Қазақстан екінші, бойынша екінші орында тұрмын. Иә, сол ақырындап енді рейтинг көтеріліп, солай енді бұйырса үлкен ареналарға деген ниеттеміз қазір. негізі болашақта енді Қазақстанда бәрібір бір жекпе-жек болса да өнер көрсетесің деп ойлаймын. Кәсіби бокстан негізі қазақтармен жекпе-жек өткізуге көзқарасың қалай? Мен қазақтармен негізі шыққым келмейді, шыны керек. Өзіме бір түрлі сияқты. Оны бұрынғы сұхбаттарымда да айтып едім, сол қазақтармен шыққан кішкене бір түрлі көрінеді деп маған. Шетелдіктер болса шығамын. Кәсіби түрде енді бокстан болсын, ММАдан болсын, кәсіби түрде Қазақстанда жекпе-жек өткіземін. Бұйырса, иә. Енді бағанағы Колумбияда сен қай тілдесесің олармен? Ол қателеспесем испанша әлде португалша сөйлеседі олар? Иә, олардың тілдері испандықтар. Көбінесе жаңағындай hola amigo, ¿qué tal, cómo está деп сөйлейсің. Барынша енді өзің білетін, жеткізетін тілдеріңді, жаңа су, тамақ, соларды айтып енді былайынан енді мен өткен көп сөйлеспеймін, өйткені менің жұмысым ол жерде тек қана тренировка болды. Ары қарай сөйлесетін өзінің кісілер бар, менеджерлер. Солар артық сөйлеседі. Ал менің жұмысым жаңа алып бер, қай жерде сондай сөздерді ғана амандасам. 15-20%-ға дейсің. Иә, тек керек сөздерді ғана. Енді жаңағы BKFC жайында қазір кейінірек айтамыз, бірақ енді BKFC-да өнер көрсету көбіне Америкада өтеді, оның турнирлері. Ағылшын тілі бәрібір керек болатын сияқты. Медиа үшін ағылшын деңгейің қалай? Ағылшын тілі. Ағылшын деңгейімде енді жаңағы сияқты 20-30% жаңағындай алып бере тұр, сондай амандасу, білісу, былайына сұхбаттарда енді кішкене нетіп қалам, енді шатасып қалам. Енді ақырындап қазір көтеріп жатырмын ағылшынымды. Енді жаңа Колумбияға бір өзім барып жүрмін деп айтып жатсың ғой. Негізі отбасың бар ма? Жоқ, отбасым. Отбасы, бала-шаға жоқ. Жоқ, отбасым. Қанша уақыт болдың ең ұзағы ол жақта? Ол жақта ең ұзағы 5 ай болдым. 5 ай. Болашақта негізі кәсіби бокстың отаны, жаңағы кулачка бар, оның да отаны Америка елдері ғой, сол жаққа көшу жоспарда бар ма? Бұйырса енді Америкаға, Майамиге көшкім келеді негізі. Өйткені мен Майамиде болдым, өте күшті, жақсы. Тренировка істегенге де, өйткені ол жақта ауа райы үнемі ыстық, қыс болмайды. Жаңағы бокспен, жекпе-жекпен, ММАмен айналыссам да, сол жаққа барған негізі тиімдірек екен. Соны түсіндім. Болашақта енді жақсы болып жатса, енді көшу ниетте бар. Жаңа BKFC жайында айта өтейік, оған ұсыныс сол Дубайдағы жекпе-жектен кейін менеджерлер хабарласты дедің. Алғашқы жекпе-жекте мен білсем нокаутпен жеңдің. Айта өтсең, қалай арена, халық қалай қабылдады? Жақсы қабылдады. Иә, мен американдықпен шықтым. Жаңа американдық немен адам көп болды. Үлкен арена, жаңағы өздерінің жекпе-жек болып жүрген арена, Голливуд деген несінде, қаласында. Жақсы өттім. Бірінші раундта жекпе-жекке бір раундта 3 рет нокдаун болып, сөйтіп уже үшіншісінде ол тұра алмай қалды. Мен судья аяқтап жеңіске жеттім. Жақсы қабылдады. Сұхбаттарда бердім. Просто қазіргі уақытта енді BKFC-мен тоқтап қалдық. Өйткені көп адам сұрап жатыр ғой. Өйткені мен ол жерде жаңа флагпен шықтым, Қазақстан флагымен шықтым. Мына жермен Қазақстанның флагын тағы байлап шыққаным бар. Одан кейін сұхбатта тоже қазақпын деп көп айтқаным бар. Ол американдықтарға кішкене андай жақпай қалды да, мені кішкене отчебать етіп жатқан сияқты болып жатыр да. Қазір бой бермей жатыр маған дұрыстап. Өйткені сен флагты алып шықтың деп айтып жатыр да, менеджерлер, сен флагты алып шықтың. Өз еліңді ол жақта көрсету кішкене оларға не екен. Сондықтан кішкене мен бой бермей мені қысып жатыр да қазір. Енді болашақта көреміз, енді бой беріп қалар деген үмітте жүрмін әлі енді. Бірақ енді айтқам, кез келген BKFC-дің жаңа чемпионы болсын, басқасы болсын, дайынмын деп ше. Мені жаңа соперник қылып шығарса да, мен жеңуге по-любому жеңемін да, өйткені мен тырысып жүрмін қазір. Жақсы дайындықтамын. Сол үшін мен жаңа чемпиондары болсын, басқасы болсын, мен жекпе-жегіне дайынмын BKFC-дің кез келген жалаң қолында. Қарсыластарды таңдамаймын, иә. Мен соны күтіп жүрмін. Өйткені оларға да жазғам, маған жаңағындай бір мықтыларын берші деп. Өйткені олар нетпейді, иә дейді, бірақ ешқандай реакция жоқ. Соны әлі күтіп жүрмін. Бұйырса енді жекпе-жек болып қалар деген үміттеміз енді. Енді осыдан бір 2-3 ай бұрын маған берген сұхбаттарының бірінде Конор Макгрегормен жекпе-жек өткізуге де дайынмын деп айтқан болатынсың, иә? Әлі өз күшінде ме деймін ғой? Иә, Конормен негіз
жақсы болатын еді өзімде. Оның салмағымен қазір менің салмағым бірдей. Егер Конормен жекпе-жек, егер енді мүмкін емес нәрсе жоқ қой. Әлі болып кетуде мүмкін болса, мен Конормен шығам. Ойланбастан шығатын едім, шыны керек, дайынмын. Жалаң қолмен именно стойкада, ол өзі де стойканы жақсы көреді ғой, негізі күреспейді. Сол да мен де сол стойкада екеуміз жалаң қолмен қам болып ана жерде. Онымен төбелескеннің өзі бір бақыт қой, мысалы. Жай төбелескеннің өзі. Сол дайын Конор болса шығатын едім жекпе-жекке. Алдағы жекпе-жегің жайында айта өтсең, мен білсем тамыз айында Колумбияда өту керек, Эквадорда. Эквадорда. 30 күні. 30 күні Убо. Қарсылас кім? Убо титулдық жекпе-жегіне ұсыныс түсті маған Эквадордан. Убо титулдық. Сол жерден. Европалық титул ма? Әлде қалай? Убо европалық, европалық. Убодан ұсыныс түсті. Сол жердегілер мен келістім. Енді бұйырса 30 августта үлкен аренада жекпе-жек болады. Қарсыласым жақсы боксер, тоже бойларын көріп, зерттеп, көп бойларға шыққан, мықты, 10 раунд, 12 раундқа шыдаған жекпе-жектер бар екен. Оны көріп шықтым бәрін. Өте жақсы жекпе-жек болайын деп отыр. Бұл енді мен үшін ауыр болайын деп тұрды, мүмкін өйткені қарсыласым мықты мен. Өйткені бұл титулдық жекпе-жек болған соң жақсы қарсылас берді маған. Одан кейін енді планым бұйырса енді ұсыныс тағы да түседі деген ойдамын. Енді бұйырса көреміз, енді осы жекпе-жекті титулды аман-есен алып Қазақстанға алып келсем деген ниеттемін қазір. Оған дейін де сен жаңағы Геннадий Головкиннің, Жәнібек Әлімханұлының экс қарсыласымен Милтон Нунизде қателеспесем сонымен де жекпе-жек өткіздің, оған дейін осы поездарымды Милтон Нуниспен Геннадий Головкин ағамыздың, Жәнібек ағамыздың қарсыластарымен шығып, жеңіске жеттім, соны титулды жеңіп алдым. Енді осылай ақырындап рейтинг көтеріп жатырмыз. Енді бұйырса жақсы жекпе-жектер болады деген үміттеміз. Біздің көрермендерге де айта өтейік, мына титулдар құрдан-құр тұрған жоқ. Бұның барлығы осы Алмат Жұманның жеңген, сонау Америкадан алып келген титулдары. Таныстыра да өтейік. Бұл UBC чемпион, әлем чемпионы. UBC әлем чемпионы. UBC әлемдік ненің версиясының чемпиондығы. Бұл әлем чемпионы, ортасындағы Колумбия чемпионы, мынау Латын Америка чемпионы. Осында 3 тұжырым бойынша, Құдай қаласа алдағы уақытта 4-ші белбеу бұйырсын, қоржында болады деген ойдамыз. Енді Алмат, студиямызға келіп сұхбат бергеніңе көп рахмет. Сенің алдағы бір айдан кейін өтетін жекпе-жегіңе сәттілік тілейміз, жеңіс күтеміз. Көп рахмет студиямызға келгеніңе. Рахмет сіздерге де, рахмет. Ассалаумағалейкум. Құрметті көрермен, біздің сұхбатымыз осымен аяқталды. Біздің арнамызға жазылып, лайктарыңызды басып, белсенділіктеріңізді танытыңыздар. Алдағы уақытта осындай қызықты сұхбаттарымызды күтіңіздер.